Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгінгі видеомда дәрі-дәрмексіз емделу жолдарын айтқым келеді. Маған осы бүгін ғана емделіп кетіп жатқан кісі айтып жатыр: сіздің дәрі бермегеніңіз қызық екен, бірақ дәрісіз біз жазылып қалдық. Осы жеріңіз ұнады дейді. Ол несімен ұнады? Өйткені біздің елде, мысалы басқа елдерде дәріні бірден ішпейді. Біздің елдерде өзіміз аламыз, өзіміз врач боламыз. Қазіргі жағдайда дәрігерге қаралу өте қиын болып кетті. Өйткені алдымен бәленбай 100 мың, 150 мыңға анализ тапсырасыз. Одан кейін неше түрлі жаңа МРТ анау-мынауға жібереді. Бұрын ондай емес еді ғой, анализ тапсырады, рентгенге керекті асқазанды рентгенге түсіретін, кейін УЗИ шықты, сонымен ғана емдейтін. Қазір барлық техникалар көбейіп кеткеннен кейін барлығына жібере береді. Сондықтан әрине ол елдің қалтасына өте қатты күш салады. Маған келген кезде сол жаңағы көбінесе дәрісіз емдеуге тырысамын. Дәрісіз емдеймін. Әрине шөп дәрілерді қолданамын, қолданбаймын деп айтпаймын. Содан комплексный лечение беремін. Комплексный бір тұтас ем деген сөз. Мысалы маған осы жақыннан бері келіп жатқан аурулар плексит аурулары. Мына арқаның, қолдың көтерілмей қалуы, сондай жағдайларда көп келіп жатыр. Сонда мен оған тек қана инъекция салмаймын, қосымша ем жасаймын. Өйткені ол денеңнің бәрін жібіту керек болады. Ол мысалы бір ағзаңызға зиян тигізіп жатады. Сондықтан мен комплексный лечение жасаймын. Содан адамдардың жеңілдеуі тез болады. Және ауырған жері тез жазылады. Мысалы асқазан ауырса тек қана асқазанды емдемейсің ғой. Ол бүткіл комплекс. Комплекстің ішіне не жатады десе, 6 түрлі ем жатады. Оның ішінде инесі бар, массажы бар, бұлшықетті мускульный массажы бар, вакуумдық магниттік жаңағы банкілер, және тағы да қосымша стоун терапия дейді, оны саламыз. Сөйтіп комплекс лечение. Оған қосымша не дейтін болсаңыз, ішкі ағзаны тазалау. Ішкі ағзаны ішкізіп тазалау және құйрықтан ішек арқылы тазалау. 2 түрлі тазалауды жасаймыз. Осылардың барлығы тазаланып, мынаның бәрі алғаннан кейін адам жазылмағанда не болады? Бірден тез-ақ жазылып кетеді. Прям адамдардың рәңі көріп, бет терілері әдеміленіп, жасарып, көздері жылтылдап шыға келеді. Ол ненің әсері? Іштің бәрін тазалап, жүйке қалыпқа келіп, және іштің бәрі таза болып, ауырған жері тез жазылады. Сондықтан өстіп мен комплексный лечение бергенін жақсы көремін. Және дәрі-дәрмексіз емдегенді жақсы. Табиғи түрменен, табиғи шөп дәрі беремін. Осындай жағдайлардың барлығын істеп отыратын болса, адам тез жазылатын болады. Сондықтан келіп бізге емделуді ұмытпаңыздар. Бізге тіркелуді ұмытпаңыз менің каналыма. Лайк қойып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен сіздермен біргемін. Ауырмайық.